Мына өмірді кино деп алатын болса, сол жердегі ең главный рөлдегі кейіпкер ол ер азамат. Некесі қиылған сәттен бастап білсін, ол сезінсін, ол жауапкершілік басталды да. Мына дүниеде де, ана дүниеде де жауап беретін ол ер азамат. Сол секілді отбасы бұл мемлекет деп қабылдаймыз. Оның патшасы, басшысы ол ер азамат. Сол ер азамат ертең отбасы құлап қалса айтуға болмайды да. Өз бағынбай кетті, өз тыңдамай кетті, олай болды, бұлай болды. Сонымен тоқтатты. Жоқ, олай емес. Қалай да болсын, ол шығатын жолдарымен сол жауапкершілікті сезініп алып шығу керек еді. Мақтайтын жерін мақтап отыр. Кішкене әй дейтін жерін болса әй деп қой. Күніге әй дей берме. Тағы да мақтайтын жерін мақтатып қой. Жалыққан кезде қыдыртып қой. Бүйтіп оны қарау керек та ер азамат. Демек, бірінші жауапкершілік. Екіншісі жайлы айтқан көңіл бөлу енді. Ғұламалар айтқан, анау қорадағы тұрған мал секілді мәміле қылмаңдар дегенде. Бұл ақша дүние деген ол бер жақ қой. Одан да маңызды нәрсе бар, әке көңіл бөлу керек. Кешкі асты не таңғы асты бала шағасымен ішу керек әке. Yani отырып кәдімгідей балаларына көңіл бөліп, мақтайтын жерін мақтап, еркелетіп қойып. Үшінші мәселе әкенің отбасындағы мәселе сабыр ету деген нәрсемен қаруланып жүру керек. Әрдайым сол сабыр деген сауытты киіп жүру керек әке. Қандай жағдай болған кезде де сабырмен қарау керек. Адамда сабыры бітіп, ашу, эмоция қосылып кеткен кезде ақыл жабылып қалады, есік жабылып қалады. Мысалы, машина жүргізіп кеткен кезде алдында лауа жабылып қалса не болады да? Алдын көре алмай қалады. Сол сияқты адам ашу, эмоция келген кезде ақыл жабылып қалады екен сөйтіп. Керемет құрған өздерінің отбасы шаңырақтарын өздері бұза бастайды. Төртіншісі, бұл ер азаматта сабырмен бірге әрдайым шүкір деген нәрсе болу керек. Аллаға шүкір айта беру керек. Я Алла шүкір, тәуба, мені деген бақытты отбасым. Маған Алла тағала әке деген осындай атануды нәсіп еткен екенсің. Мен бір баламның артында екіншісі келді, үшіншісі келді. Мені деген бақытты әкемін. Әке сол балаларында, бала шағаларында қандай құндылық дүниені көргісі келеді, әке оны өзіне орындау керек. Yani ол өзі сонымен айналысу керек, бәрін өзіне қарап бұра беру керек, сондай құндылықтан бәрі сөйтіп, соны балалар көріп, ертең қайталайды. Қазақ сөйтіп айтқан. Әке көрген бұл бала оқ жонар, анасын көрген қыз бала тон пішер. Балалар ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Міне осындай 5 мәселеге көңіл бөлетін болса, әке, иншалла қалған тауфиқ Алладан болады. Yani нәтиже, жәрдем, оның бәрі Алладан болады. Адам тек қана себебін істеуге ғана бұйырғанбыз, ал нәтижені Алладан шығарады иншалла.